Жедел хабар. Егер видеороликтан толығырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірден лайк жүймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Жыл басынан бері көп балалы отбасына берілетін мемлекеттік жәрдемақылармен орта есеппен 538,3 мың отбасы қамтамасыз етілді. Оларға жалпы сомасы 101,1 миллиард теңге көлеміндегі қаржы үйлестірілді деп хабарлайды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. Қарастырылып қараса, оның ішінде наурыз айында 544,3 мың отбасынан 34,4 миллиард теңге мөлшерінде жәрдемақы төленді. Бұл жәрдемақыға 4 немесе одан көп бірге тұратын кәмелетке толмаған немесе 23-ке толмаған күндізгі тізімде оқитын студент балалары бар отбасылар ешқандай қаржысына қарамастан үміткер бола алады. Төлем мөлшері бала санына қарай есептеліп төленеді. Көп бала отбасыларға 4 баласы барларға 55,304 теңге, 5 баласы барларға 69,138 теңге, 6 баласы барларға 82,973 теңге, 7 баласы барларға 96,807 теңге, 8 не одан көп баласы бар отбасыларға әр бала басына 4 айлық есептік көрсеткіштегі 13,800 теңге көлемінде деп жазды министрлік. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.